Достар, сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен бірге өте керемет салат рецептісімен бөлісейін деп жатырмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Өте аппетитный болып көрінетін, дастарханның сәнін келтіретін, бір жасағаннан таусылып қалатын салаттың рецептісі. Бізге ең әуелі құрамына керекті заттар осындай: қияр қажет болады, және де укроп, сәбіз, тұз, сарымсақ және де соевой соус, 7 немесе 9% уксус қажет болады. Ең әуелі жұмысымызды осындай сәбізімізді алып аламыз да, оны үккіштен әдемілеп тұрып өткізіп алатын боламыз. Негізі сәбізді көбірек пайдаланған дұрыс, оның адам ағзасына тигізер пайдасы өте көп. Мен 2 дана сәбізді осылай үккіштен барлығын өткізіп алдым, және де оның үстінен 1 шай қасық тұзымызды толтырмай салып алатын боламыз. Және де сәбізіміз бен тұзымызды жақсылап тұрып араластырып аламыз, бір-біріне жақсы сіңуі қажет. Ол аралықта осылай қиярымызды аламыз да, оның қажетсіз бөліктерін алып тастап, ортасынан 2-ге бөлеміз. Үйіңізде осылай әртүрлі формадағы кескіштерді қолдансаңыздар болады, яғни салаттағы қиярдың немесе қызанақтың әртүрлі формасын беріп тұратын кескіштер әдемі көрінеді. Мен 2 дана сәбізге 3 дана қияр қолданған болатынмын. Осылай барлық қиярларымызды кесіп алатын боламыз. Дайын болған кесілген қиярларымызды сәбіздің үстінен салып алатын боламыз. Енді иісі деген өте күшті болып шығып тұр. Қыс ауасында сіздерге осындай салқын күндері сарымсақты жиі қолдануға кеңес беремін. Себебі сарымсақ тұмауға қарсы тұратын өте керемет көкөністің бірі болып есептелінеді. Осылай 2 дана сарымсақты аламыз да, оны майдалап турап алатын боламыз. Дайын болған сарымсақтарымызды салатымыздың үстінен салып алатын боламыз. Содан соң жаңағы укропымызды қолданамыз. Укропымыз, яғни ол жерде сәндік ретінде жаңа дәмін келтіру үшін азырақ етіп қоссаңыздар да болады. Әркім өздерінің қалауларынша қосады, немесе петрушка, яғни аскөктерді де қолдануға болады. Содан соң дайын болған туралған укропты салатымыздың үстінен салып аламыз да, одан соң жаңағы 7-9% уксусымызды азырақ етіп құйып аламыз. Оның үстінен кәдімгі сұйық май, тамаққа қосатын содан 2 ас қасықты толтырмай жарты-жартыдан етіп салып алатын боламыз. Содан соң соевой соус өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, бірақ оны да көп қоспаймыз, азырақ етіп қосып алатын боламыз. Барлығын салып алдым. Енді қасықтың көмегімен барлық жерін жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Жаңағы қосылған қоспалардың барлығы бір-біріне жақсы сіңу үшін осылай қасықтың көмегімен от души араластырамыз ғой. Міне, бізде салат дайын болды. Иісі енді керемет болып шығып тұр. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Енді өзі видеода көрініп тұрған шығар, прям аппетитный палаумен, жаңағы макаронмен жейтін салат болып тұр ғой. Біз, достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Дастарханға қойсаңыздар, әп-сәтте таусылып кететін салаттың түрі ғой бұл. Міне, бізде салатымыз дайын болды, осылай болып шықты. Ал достар, біздің Ақ Дастархан YouTube каналына тіркелуді, лайк басуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.